Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 89-шы сабақ зат есім. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Зат есім. Біз бұл тақырыптан сөздерге сұрақ қою арқылы зат есімді анықтаймыз. 19-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Тұсау кесу. Тұсау кесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортадан орын қалдырылды. Екі әже бір жанды қолтығынан демеп төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен бір жанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, жүйрік бол деп тұсауын кесті. Осы сәтте үлкендер бәрекелді, берік ағаң сияқты білімді азамат бол деп тілек білдірді. Өзіңнің тұсауынды кім кескенін үлкендерден сұрап біліп ал. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Қарамен жазылған сөздер: адам, орын, әже, үлкендер, берік және тілек. Енді осы сөздерге сұрақ қояйық. Адамдар кімдер, орын не, әже кім, үлкендер кімдер, берік кім және тілек не деген сұрақтарға жауап береді. Келесі 20-шы жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Тұсау кесу бала тәй-тәй басқанда жасалатын дәстүр. Баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Зат есімдерді тауып, түбір мен қосымшасын ажырат. Мұнда бізде зат есімдер баланың тұсауын және жіппен. Баланың сөзінде түбірі баланың жалғау. Тұсауын сөзінде түбірі тұсау, ын жалғау. Жіппен деген сөзде түбірі жіп, ал пен жалғау. Келесі 21-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Тұсау кесер. Көріп аяқ басуын, тұсау кесер шашуын. Ақ әжелер шашты кеп, ән мен күйге басты кеп. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қой. Өлеңдегі тұсау кесер сөзінен бірнеше сөз жасап көр. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қарап ал. Зат есімдер мұқта аяқ, шашу, әжелер, ән және күй. Аяқ не деген сұраққа жауап береді, шашу не деген сұраққа жауап береді, әжелер кімдер деген сұраққа жауап береді, ән не және күй не деген сұраққа жауап береді. Енді тұсау кесер сөзінен бірнеше сөз жасап көрейік. Тұсау, кесер, кес, ер, кесу, сау, тау, сұр. Тұсау кесер бұл баланың алғаш қадам басуына арналған дәстүрлі рәсім болып табылады. Осылай дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі 22-ші жаттығу. Көркем жаз. Әжем жүн түтті, жүннен жіп ерді, сол жіптен қолғап тоқыды. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табы екенін анықта. Мұнда бізде қарамен берілген сөздер жүн, жіп және қолғап. Бұларға сұрақ қойайық. Жүн не, жіп не, қолғап не деген сұрақтарға жауап береді. Және бұл үш сөздің барлығы да зат есім болып саналады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сұрақтар туындап түсінбеген жерлеріңіз болса,
комментарийға жаза отырыңыздар.